Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерге тематикалық план туралы түсіндірем. Платоныш жүйесінде тематикалық планды қалай енгізуге болады, оны өзгертуге, қарауға мүмкіндіктер туралы. Ол үшін Платоныш жүйесіне өз атымызбен кіреміз. Яғни бұл бөлікте тематикалық план бөлігіне өтеміз. Яғни бірінші жоғарыдағы бөлік, яғни мына бөлік біздерде ол фильтр, яғни сіздерде тематикалық пландар көп болған жағдайда тақырыптық жоспар, күнтізбелік жоспарлар. Сіздер оны фильтр арқылы қарай аласыз, яғни тобы бойынша, пәні бойынша, немесе мамандығы бойынша. Жаңадан тематикалық план құру үшін сосын міндетті түрде ескеретін жағдай оқу жылын таңдау керек. Яғни бұл жерде менде оқу жылы 20-21 оқу жылы көрінбейді. Өйткені мен тематикалық план құрған жоқпын деген сөз. Яғни мен тематикалық план новыйдан құру үшін добавить батырмасын басам. Осы жерде бірінші оқу жылын таңдаймын. Яғни рет-ретімен орындайсыз. Бірінші оқу жылы, екінші мамандығы, бір мамандық таңдайық. Одан кейін осы, яғни оқу планы, осы мамандықты. Ол үшін группаның атауын терсеңіз жеткілікті. Яғни барлық оқу жоспарлары топ атауымен енгізілген, сондықтан мен топ атауын енгіземіз, МК305. Сосын сол мамандықтар, яғни осы топтағы мамандықтар, мен өзімнің қай мамандыққа жасайын деп жатқанымды алдын ала білуім қажет. Яғни мен осы мамандықты пәнді аламын. Кейбір жағдайда, егер де сізде осы пән 2 семестр жүретін болып, но бірінші семестр ғана сізге көрініп тұрса, яғни значит екінші семестрінде сізге ол пән әлі тағайындалмаған деген сөз. Сізге бірінші семестрді тағайындап кетуіңіз болады. Содан кейін сізде екінші пәнді сізде прикрепление жасағаннан кейін сізде екінші пәнге сіз ол пәнді қоса аласыз. Яғни менде екі пәнді 2 семестрде тағайындалған, сондықтан мен 2 семестрге арнап жасаймын. Содан кейін оқу тілін таңдаймын. Кейбір жағдайларда сіздер осылай таңдаған уақытта сіздер 2019-20 жылын таңдап жүргенсіздер. Сондай жағдайда не болатындығы, яғни КТП-ны тематикалық планды қалай өшіруге болатындығын түсіндірем. Келесі атауы, яғни 3 тілдегі тематикалық планның сіздерге көрінетін бөлігінің жаңағы бірінші беттегі. Бұл сол жердегі атауы. Сіздер бұл жерді өздеріңіз өзгертуге де болады. Мысалға, тек қана былай жазып қоюларыңызға болады. Бұл немесе барлығын өшіріп тек қана 300 десек бір өзіңіз білесіз қалай жазсаңыз да. Яғни ол сізге көрінетін тематикалық планның атауы сізге. Яғни оны өз қалауыңызша жазуға болады. Сақтайсыз. Яғни сақтағаннан кейін бұл бет, сіз ішіне тематикалық пландар темаларын салуға болады. Бұл бет сізде өзгермейді уже. Яғни сіз бұл бетті бекітіп тастаған сияқтысыз. Екінші разделдер салу. Яғни этап-этапмен орындау керек, разделдер салу. Егер сіз, яғни бір раздел саласыз, кез келген раздел 1, например. Яғни раздел 1-ді салатын кезде сіз ескеретін нәрсе, кез келген разделді салған уақытта бұл раздел қай семестрде болатынын таңдап кетесіз. Егер сізде 2 семестр болатын болса, сіздерде мысалы раздел 1-ді салып жатасыздар, сосын раздел 2, раздел 3 салып жатасыздар бөлімдерін тематикалық планда. Но сіздер барлығын бір семестрге салып тастауы мүмкінсіздер. Сіздер ар жағынан теманы салған уақытта барлығы бірінші семестрге. Сондықтан, когда мысалы бірінші разделді сақтадыңыз, потом сізде екінші раздел, ол да бірінші семестрде. Сосын келесі семестрде өтетін раздел 3 мысалға. Яғни ол сізде екінші семестрде. Яғни осы екінші семестрде разделді осы 2-ке сақтайсыз. Сонда сіз мына бөлікке өткен уақытта тема бөлігінде сізде разделді таңдаған уақытта сізде автомат түрде ол бірінші семестрге кетеді. Яғни сіз мынаға теманы жазасыз, тема 1. Содан кейін сабақтың типін таңдайсыз, лекция немесе практика деген сияқты. Мысалы менде практика сабақ болатын болса, оған 2 сағат берілген болса, мен қалған бөлігін мысалға информатика сабағымен, тағы қандай сабақ қойып, пәнаралық байланыс, математика сабағымен, яғни осыны таңдайын. Тип пособие, қандай материалдар саласыз, яғни осы арада көрсетемін. Вид пособие,
материалдық база сізде көрсетіліп қолданылатын интерактивті датчиканы пайдаланамын немесе мультимедийный дисплейді пайдаланамын немесе. Сосын мынадағы барлығын өздеріңіз жазасыздар, толтырасыздар. Основной литератураны қазір мен анда түсіндіремін оны. Сохранить етесіз. Яғни бұл бірінші семестрге келіп жетеді. Егер де сіз мындан раздел манағы үшті таңдап тема мысалға 5-ші тема жазып жатсаңыз, ол сағаты автоматты түрде екінші семестрдің сағатына түседі. Осыны ескеру керек. Сосын тағы бір ескеретін жағдай, когда сіздерде күнтізбелік жоспар темасыз болады, разделсыз болады, без раздела деген. Ол кезде темаларды тіркеу кезінде тақырыптарды сіздер семестрін таңдайсыздар. Яғни мынада без раздела, но бірақ семестрін өздеріңіз қолмен таңдайсыздар. Мысалы, бірінші семестрдің темасы, тема 1, практика 2 сағат, яғни қалғанын толтырасыздар. Сохранить. Немесе екінші семестр сағат тема 1, онда практика 2 сағат. Яғни өз семестрді таңдайсыздар. Кейбір жағдайда сіздерде мындай ситуация бар. Сіздер темаға кіресіздер, сағатын байқамай практикаға жазып аласыздар. Сосын практиканы өшіресіздер. Лекцияны таңдайсыздар да нараға 1 деп саласыздар. Сохранить салсаңыздар, сіздерде 3 сағат болып кетеді. Яғни бұл 3 сағат қайдан шыққанын түсінбей жатасыздар. Сондай кезде сіздер, яғни сіз практиканы қайтадан орнына қоясыз. Практикада сағатты 0 қылуларың керек. Потом лекцияға қоясыздар, лекциядағы сағат 1 болу керек. Яғни сонда ғана 1 болады. Яғни бұл сіздер өшірмей, пәннің типін өшіріп тастауға болмайды, пәндегі сағат саны. Келесі сіздерге қолданатын әдебиеттер. Яғни сіздер каждый тақырыпқа теманы бекіткен уақытта қолданатын әдебиеттер тіркейсіздер. Ол үшін 2 типі бар, жалпы әдебиеттердің. Сіздер өзіміздің, яғни мұнда көрсетілген 20.762 кітаптың, оның ішінде электронды кітаптың ішінен тіркеп өзіңізге пайдаланатын кітаптарды тіркеуіңізге болады. Немесе бұл жерде жоқ кітаптарды өзіңіз қолданатын тіркеуге болады. Мысалы, кез келген кітапты алайық, мысалға іздейік. Информатика, мысалы, Ермековтің кітабын, информатика элементтері, мен өзімнің кітаптарыма, яғни күнтізбелік жоспарды құрғанда пайдаланамын десем, мен осы кітапты, мысалы, мына кітапты, мен оларға пайдаланатын әдебиеттерге қосып кетемін. Когда сіздер теманы жазған уақытта алдын ала қосып аласыздар оны. Теманы жазған уақытта сіздерге основной литератураға осы жаққа списогі шығып тұрады. Соның списоктың ішінен таңдай қоясыз, каждый раз жазбайсыз. Сосын екінші ескеретін нәрсе, яғни сіз осы арада егер сіз біздің кітапханада жоқ кітаптарды енгізгіңіз келсе, ручной вот, яғни өзіңіз қолдан енгізесіз. Дополнительный кітап, основной кітап, авторы, названиесі, издательство. Оны сақтаған уақытта ол сізге келіп кітаптарды, пайдаланатын кітаптар тізіміне қосылады. Сіз ол кітапты да сіз пайдалана аласыз, яғни көріңіздер. Яғни тематикалық план құрылды, сақталып тұр. Сіз тематикалық план бөлігіне өтсеңіз, сізде уже учебник 20-21 таңдасаңыз, сізде осы тематикалық план пайда болады, яғни сағатына. Сіз осы тематикалық планды, мысалға сізде өзгертпеуге, басқа адамдарға сіз, егер мысалға мындай сабақтар болады, шетел тілі, немесе орыс тілі, немесе қазақ тілі, екіге бөлінетін, подгруппаға бөлінетін сабақтар болады. Сондай кезде бірінші мұғалім тематикалық планды жасаса, екі адам біреуі жазса жеткілікті. Екінші тематикалық планды мен поделиться ете аламын. Мысалға, осы сабақтан кім береді, например, мен осы адаммен осы тематикалық планды правасын бере аламын. Яғни ол да осы тематикалық планды пайдалана алады. Және сіз осы тематикалық планды бере отырып, сіз оған өзгертуге мүмкіндік бересіз бе, жоқ па, оны таңдайсыз. Разрешить, немесе өзгерту, немесе өзгертпеу деген сияқты мүмкіндігін таңдайсыз өзіңіз. Екінші ескеретін нәрсе, яғни тематикалық план егер де сіз құрылып қойған болса,
қатемен құрылған, яғни сізде тематикалық планның мынарада группасы шықпай тұрса, сіздер ішіне кірген уақытта мынарада группа көрінбейсіз, мынарада қате таңдап сохранять етіп қойсаңыз, онда сіз тематикалық планға кіріп, немесе олардан өшіруіңізге болады, өшіріп тастауыңызға. Немесе тематикалық планды құрдыңыз, бірақ таба алмайсыз, өйткені сіз 19 жыл таңдап жібердіңіз, жылын басқа таңдап жібердіңіз. Ондай ситуация, ол тематикалық планды қайдан табасыз? Ол үшін сіз журналға кіресіз, журналға, сол пәннің журналына кіресіз, мысалға мен 305 журналына кіресіз. Журналына кіресіз де, журналының төбесінде сізде құрылғанның, тематикалық планның құрылғанды, құрылмағандығы туралы тұрады, немесе атын дұрыс сақтамай қалдыңыз, таба алмай өтсіз. Сол кезде тематикалық планға өтесіз, яғни сізге сол тематикалық план кірді, қосылдыңыз. Сол тематикалық планның атын өзгерттіңіз де сақтасаңыз, сіз тематикалық планға өткен уақытта сізге, яғни осы тематикалық планның атын өзгергендігін көресіз. Яғни сондықтан тематикалық планды ең бірінші добавить батырмасы арқылы құрасыз. Ол кезде ең бірінші поэтаппен жүресіз. Учебный год, учебный год таңдасаңыз өзі семестр, егер сіз мынаяқтан пән таңдасаңыз шығып отырады. Специальность келесі, одан кейін учебный план, дисциплина, яғни язык преподавания. Содан кейін барып, мынау атауы, яғни үш тілде атауы, яғни сіз системаға қай тілде кірдіңіз, сол тілде қойылады. Келесі бөлік, яғни ол сіз таңдалған журналға жаңағы жасаған тематикалық планыңызды журналда белгілеу. Яғни сіз тематикалық планды ашасыз, одан кейін журналыңызды ашасыз. Сізде 2 сағат берілген болса, сіз 1-1 сағаттан жасап, яғни 2 күнде, менде 2 сағат, 1:45. Мен бірінші теманы таңдайын да, мысалы, оларда мен сағат санын жазған жоқпын. Сондықтан мен 2 деп жазып, мынарда 2 болса, 2 деп жазып кетуіңізге болады. Яғни сағаттың типімен сәйкес келуі керек сабағыңыз. Содан кейін екінші, егер 6 болатын болса, сіз 1-1 сағаттан, екеуіне 1-1 сағаттан белгілеуіңізге болады. Немесе бірінші күніне тематикалық планды бірінші сабағына салсаңыз да жеткілікті. Яғни сіз каждый айда өзіңіз ашып қарау мүмкіндігі бар. Тематикалық план бойынша барлық нәрселер түсіндірілді деп ойлаймын. Тек ескеретін жағдай нәрсе, ағымдағы жылды қарауларыңыз керек тематикалық планды іздеген кезде. Назар салып көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.